Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Тараз қаласының Асанбай Асқаров атындағы көшесі бұрын Киров және Бурлы есімдермен аталған. Қазіргі уақытта Тараз қалалық мәслихатының және қала әкімінің номері 880 шешім бойынша 2002 жылдың 4 маусым айында көшеге Асанбай Асқаров атауы берілді. Асанбай Асқаров көшесінің қиылысында қазіргі уақытта аутистермен жұмыс істеу орталығы, яғни бұрынғы қалалық білім бөлімінің ғимараты орналасқан. Абай Құнанбаев даңғылы қиылысында Скрябин мұражай үйі, ал Желтоқсан көшесінің қиылысында Абай атындағы педагогикалық колледжі бар. Көшенің ең соңында аурухана кешені және орталық базар орналасқан. Асанбай Асқарұлы Асқаров 1922 жылы 15 қыркүйекте Жамбыл облысы Меркі ауданы Тәтті ауылында дүниеге келген. Орта ғана шаруасы бар әкесі Асқар 1930 жылы қайтыс болды. Асекеңнің атасы Асылбек би болған. Ол 1916 жылы Ақкөз батыр бастаған көтеріліске қатысқан. Асанбай Асқаров мектептен кейін Фрунзедегі педагогикалық училищені 1939 жылы бітіріп, еңбек жолын мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастайды. 1942-46 жылдары әскери міндетін өтеп, полк мектебінде саяси училищеде оқыды. Полковник әскерден оралған соң Меркі аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы, Жамбыл облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы, Жамбыл облыстық компартиясының бюро мүшесі болған. 1951-54 жылдары Мәскеу қаласы орталық комитетінің КОКП-ның жоғары партиялық мектебінде тыңдаушы. 1954-58 жылдары Жамбыл облысындағы Красногорск және Меркі аудандары партия комитетінің бірінші хатшысы болған. 1958-59 жылдары Жамбыл облыстық кеңесі атқару комитетінің төрағасы. 59-65 жылдары Жамбыл облысының партия комитетінің бірінші хатшысы. 65-78 жылдары Алматы облыстық компартиясының бірінші хатшысы болған және Қазақстан орталық комитетінің коммунистік партиясының бюро мүшесі қызметін атқарған. 1978-85 жылдары Түркістан облысы партия комитетінің бірінші хатшысы болып істеген. Ол жоғары партия мектебін және кандидаттық диссертациясын өте жоғары бағамен қорғаған. Асанбай Асқарұлының көп жылдардағы кеңес үкіметі мен халқына коммунистік партияға сіңірген еңбектері жоғары бағаланып, социалистік еңбек ері атағын 1982 жылы алған. Ол 2 рет Ленин орденімен, көптеген медальдармен, құрмет грамоталарымен марапатталды. 1986 жылы Қазақстан орталық партия комитетінің колбин басқарған кезде, одан кейін де Асекеңнің басына ауыр күндер туып, 4 жылдан аса уақыт қамауда болды. Асқаровқа жағылған жала 80 жылдары белең алған қазақ зиялыларын қуғындаудың құрамдас бөлігі еді. Тергеу кезінде оған желтоқсан көтерілісін ұйымдастыруға қатыстылығы, ұлтшылдығы сияқты кінәлар тағылды. Асанбай Асқаровқа тағылған айыптың мүлдем негізсіздігі анықталып, Қырғыз Республикасы жоғары соты төралқасының шешімімен ол толық ақталып шықты. Асанбай Асқаров экономика ғылымының кандидаты, Халықаралық акмеология ғылымдар академиясының академигі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры. Асанбай Асқаров «Тағдыр», «Жұмақ пен тозақ жырлары», «Көзқарас», «Ұлы Тұранның ұлдары» және көптеген кітаптардың авторы.